Бәріне сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін бірінші дайындағаннан жұмсақ болып шығатын шелпек дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға су құямыз, қант және тұз саламыз, сұйық май құямыз. Еріген майды салып, одан кейін жұмыртқаны салып араластырамыз. Одан кейін разрешительді ұнға салып, жұмсақ етіп тесто илейміз. Тестамызды жақсылап билеп болғаннан кейін пищевой пленкаға орап немесе табаққа салып үстін орамалмен жауып 15 минутқа қоямыз. Одан кейін тестамызды 1/7 бөлікке бөлеміз. Енді тестамызды жұқа етіп жаямыз. Қызып тұрған майда екі жағынан кішкене қызарғанша пісіреміз. Шелпек өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.